Ата, бізге жеті атаны не үшін білу маңызды? Қазақ халқы ежелден ұрпағына тектілікпен тәрбие берген халық. Сол дәстүрдің бірі жеті атаны білу. Жеті ата әр қазақ баласының өз тегін шыққан жерін білуі. Бұл тек шежіре емес, бұл тәрбие мен жауапкершілік. Қазақта жеті атаға дейін қыз алысып, қыз берісуге қатаң тыйым салынған. Бұл заң ата бабамыздың даналығы еді. Себебі жақын туыстардың некесі ұрпақ денсаулығына зиян тигізуі мүмкін екенін қазақ ерте түсінген. Жеті атасын білген адам өз тарихын біледі. Өз тегін білетін адам ешқашан тамырынан ажырамайды. Бабаларымыз жеті атасын білмеген жетесіз деп бекер айтпаған. Себебі тегін білмеген адам өткенін ұмытады, ал өткенін ұмытқан адам болашағын жоғалтады. Жеті ата тек шежіре емес. Ол ұлттың генетикалық тазалығы, тәрбиесі және бірлігінің белгісі. Сондықтан әр қазақ баласы жеті атасын біліп өсуі керек. Жеті ата мыналар: бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. Өз тегіңді білу, тамырды білу. Тамырыңды білмеген адам өткенін ұмытады, ал өткенін ұмытқан адам болашағын жоғалтады. Ал сен жеті атаңды білесің бе?